Сәлем достар, Оңай каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзіне сенімді болудың 5 құпиясымен бөлісетін боламыз. Сенімділік дегеніміз не өзі? Ол дегеніңіз тақтаға кім шығады дегенде қолыңды көтеріп, өзіңнің бар екеніңді білдіру. Және тақтаға шықсан, кез келген тақырыпты сүрінбей айтып шығатынына сену. Бір жерін ұмытып жатсан, оны әзілге айналдыра білу, ал жағдай ушықса, салқын қанды болу. Өзіне сенімді адамның артынан адамдар ереді, ал сенімсіз адамның артынан өз жұбайы да, досы да ермейді. Ендеше 5 құпияны айтайық достар. Алғашқы құпия: сенімді боп көрініңіз. Табиғатта кейбір аңдар жыртқыштың алдында өзін үлкейтіп, оған қарсылас сияқты көрсетіп, өзін аман сақтайды. Сіз де өзіңіз білетін сенімді адамға еліктеңіз. Мен сенімдімін деп 100 рет, 1000 рет айтсаңыз да, ол көмектеспейді. Адаммен сөйлескенде даусыңыз дірілдейтін болса, айнаның алдында репетиция жасауға болады. Екінші, сенімділікті қалыптастырыңыз. Бір күнде істейтін істерді үлкені бар, ұсағы бар, барлығын бір қағазға жазып шығыңыз. Әрбірін орындаған сайын сызып отырыңыз. Істі соңына дейін жеткізу адамға сенімділік береді. Күніне 20 іс бітірсеңіз, сізде сенімділік деңгейі көтеріледі. Оқып шыға салмай жасаңыз дәл қазір. Үшінші, спортпен айналысыңыз. Неге сенімді адамдар спортпен айналысады? Себебі сол арқылы әлемге өзінің ең жақсы энергиясын бере алады. Зиян тағам жеп, аз ұйықтап, қозғалмайтын адамнан қандай энергия көрдіңіз? Сіздерге Илья Ильин сияқты 200 килограмм көтер демейміз. 30 минут денені шынықтырып, жаяу жүрсеңіз, сол да жеткілікті. Төртінші, өзгелерге көмектесіңіз. Біреумен сөйлескенде, бұрыс нәрсе айтып қалмасам екен деген оймен қобалжып тұрасыз. Ал егер оған қандай көмек бере алам деп мақсат етсеңіз, оның әңгімесін тыңдай бастайсыз. Біреуге көмектесу, оның проблемасын шешіп беру үлкен сенімділік сыйлайды. Және де 5-шісі, қателесу бұл тәжірибе жинау. Көп қателесіңіз. Сонда қателесудің қорқынышты емес екенін көресіз. Және сізде тәжірибе жиналады. Сенімділікке кедергі жасайтын қорқыныштардың бәрі жай әшейін сағым екенін тәжірибеде сезінетін боласыз. Осымен достар, бүгінгі видеомыз сізге пайдалы болды деп ойлаймыз. Бұл кеңестерді жай ғана тыңдап емес, дәл қазір орындай бастайық достар. Және де өз-өзімізге сенімді болайық. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше